Сәлем достар, мен қазір Гәкку дауысына бара жатырмын. Суббота бізде бүгін. Сағат 4, Гәкку дауысы 5-те басталады. Мен қазір остановкаға бара жатырмын. Мен концертке кетіп қалдық. Концерт тура қасымызда, просто концертте вообще ештеңе көрінбейді. Шум қатты, адам просто море. Бізде трассаны жабыстаған, жолдың барлығын милиция да көп, адам да көп, машина да көп. Көрген бұндай масштабна болады деп ойлаған емеспін. Вообще ұнаған жоқ негізі концерт. Достар, біз қазір кафеге келдік, тамақ жеуге. Адам деген әлі море, просто өте күшті кафе, бірақ бағасы да өте күшті. Көреміз де тәтті болса, хотя бы жалко болмас еді. Менің қасында Сәбит. Адамдар көп. Негізі зала бұндай қараңғы емес, но камерада қап-қараңғы болып тұр. Бұндай қараңғы емес. Вот, перрони пиццамыз келді. Сәбит, давай дәмін көріп айтасың. Қалай? Қамыры жоқ шақты. Сертіміз келді. Біз студия с мороженым алдық. Өте дәмді сияқты. Қазір көреміз. Біз уже Арбатқа кетіп қалдық, Арбатқа келе жатырмыз. Сәлем достар, барлықтарына қайырлы таң. Бізде бүгін жексенбі, влог апталығының соңғы күні. Мен қазір тұрдым, сағат уже 4 болып қалды. Қазір емес, 2 сағат бұрын тұрдым. Біз уже чай ішіп біттік. Кеше Айгемте гречка басқан. Айгемтенің үйде болған сондай күшті тамақ, әртүрлі тамақ күні дайын болады үйде. Қазір мына жерде жинап жатырмын. Мен Айгемте екеуміз далада жүріп қайтамыз. Кеше аяқ жағын сұрамай қалдым. Менің влог біткен үйге келдім. Сағат 12-де, 11-де бітті Гәкку дауысы. Гәкку дауысы мен ойлағаннан да үлкен аумақта өтті. Мен бұндай үлкен болады деп ойламадым. Сеть мүлдем ұстаған жоқ. Адамның көптігінен, бір жерде адам көп болғанынан сеть қуды, вообще ұстаған жоқ. Бір-бірін тапқан адамдарға қиын болды, өте үлкен жерді алды, өте шумно болды. Мен 2 сағатта тұрып кетіп қалдым, шын айтқанда. Бірақ өкіндім кетіп қалғаныма, өйткені аяқ жағында күшті әншілер шықты, басында өте қызығымен әншілер шыққан. Мен қазір кір салайын деп жатырмын. Стиркаммен де. Так. Мен, наверное, мынаны қойайын, жететін шығар. И все, сүріп кетті. Мен үйде шан сатып біттім. Мен қазір енді ваннаны жинауға келдім. Мынаны ішін демлеп жүріп шығамын. Достар, мен уже сабақ істеуге отырған болатынмын 1 сағат бұрын. Мен қаншама лекция жазып тастадым. Мына жерден бастап. Мінекей әлі біткен жоқпын, әлі жазып жатырмын. Мен стиркам да уже бітті. Айгемте деп біз бірге мегалар келіп дейді жұмсауға. Енді сол жаққа барамыз. Достар, біз все-таки мегаға шығатын болдық. Айгемте аяғын киіп үстінде. Айгемте де угорает, мен видео түсіргенімді всегда. Әлі күліп отыр. Бізде огромный мусор шығарып жатыр. Мегаға да келдік. Маған андай подарите, пожалуйста. Бомбочкалар. Күшті. Бәрі сабындар қолды. Өте қызық мота, кстати, жылдыр. Біз шықтық уже Мегадан. Қазір біз Айгемте мені бір шашыншыға алып барады. Атын қалдым, Луна деген кісіге.
такси күтіп тұрмыз. Біз келдік, Луна деген кафе. Мынау менюлары ужасный, просто қатты. Еще өте тема грузинский кухня, кафе грузинская. Вот. Сейчас көреміз енді. Видеоға қой. Достар, біз уже келдік. Бағана, к сожалению, менде зарядка өшіп қалды. Бағана басына түсіргенде Маңнумда болдық. Біз ойламаған жерден Маңнумға кіріп кеттік. Ана жерден біз 5 километр жер Маңнумға бардық. Менің үйімнің қасындағы. Вот, сол жерден не алғандарын көрсейін. Айгенде тек қайта маған заттар алып берді, мама сияқты. Ол бірінші мынандай бутылка. Мен өте қатты қуандым осыған. Ертең неге как раз физра болады понедельник күні бізде. Соған ұстап барамын. Сіздерге осы апталық влогтың ішінде бірде-бір рет физрамды түсіре алмадым өкінішке орай. Егер де қызық болса, келесі аптамды да түсіре аламын. Астына жазыңыздар комментарийға апталық влог ұнады ма, тағы да қалайсыздар ма? Осылай влогтардың жиі шығып тұрған. Мынандай нәрсе алып берді, көбік сүзгенге. Потом мынандай графин алып берді. Менде графин болған емес, мынандай суды құйып қойғанға. Мен мынадан құйып ішетінмін, ол, кстати, бітті уже. Өзі новый алу керек. И мынандай ана жолы көрдіңіздер. Мен неден тамақ ішіп отқанымды, етті біздің қайқа сүзіп жеп отқанымызды. И агенттер соны көріп, мынандай табақ алып бердім.